Арма қазағым, бұл бейнеде тағы да нәсілге қатысты бір тест туралы айтып бергім келеді. Ол тест Америкада өткізілген еді, және ол тестте 1000 ер азамат шақырылған, түрлі нәсілдер, енді афроамерикалықтар, ақ нәсілді, сосын шығыс азиялық ер азаматтар шақырылған. Барлығы жоғарғы білімдері бар, және біреуі сотқа тартылмаған. Сонымен қоса барлық ер азаматтарды костюм шалбармен кигізіп, офисті киіммен кигізіп, лифтке шақырады. Біріншіден, лифтке 2 ақ нәсілді ер азамат кіреді, сосын бірнеше қабаттан кейін лифтке 2 қара нәсілді кісі кіреді. Сол кезде датчиктер ақ нәсілді ер азаматтардың бойындағы қандарына кортизол басымды болғанын көрсетеді, және жүрек қағысы жоғарылағанын көрсетеді. Қара нәсілді ер азаматтарда өзгеріс ешқандай болмайды. Содан кейін лифт бірінші этажға қайтады, сосын лифтке 2 шығыс азиялық ер азамат кіреді. Бірнеше қабаттан кейін лифтке қайтадан қара 2 азамат кіреді. Сөйтіп жаңағы датчиктер шығыс азиялық ер азаматтардың қанында тағы да кортизол көбейгенін көрсетеді, сосын жүрек қағысы жоғарылағанын білдіреді. Бұл тест не туралы білдіреді? Сонымен ақ нәсілді мен сосын шығыс азиялық ер азаматтар қара нәсілді ер азаматтардың қастарында жабық помещениеде болған кезде үлкен стресске түседі. Сосын жаңағы тест екінші бөліміне оның бар. Екінші бөлімінде енді бірінші этаждан 2 қара нәсілді ер азамат отырады. Сөйтеді, лифт бірнеше қабаттан кейін тағы да 2 ер азамат қара нәсілді кіреді. Сөйтеді, датчик 4 ер азаматтың қара 4 ер азаматтардың барлығында датчиктерінде өзгеріс болғанын, жаңағы жүрек қағыстары жоғарылағанын және кортизол басымды болғандарын қандарында көрсетеді. Сосын тағы да 4 шығыс азиялық ер азаматтармен соны қайтадан істейді. Сөйтіп, ол жерде де датчик тағы да сондай нені көрсетеді. Жүрек қағысы көбейеді, кортизолдың қанда басымды болып кетеді. Сонда бұл не туралы? Ақ нәсілді адамдарға келген кезде 4-еуінде барлық датчиктері нормада болып тұрады. Сонда бұл тест екінші бөлімі не туралы айтады? Сонда шығыс азиялықтар және қара нәсілді адамдар бір-бірлеріне сенім тандырмайды екен, сенім білдірмейді екен. Ол өте үлкен мәселе. Біздің де қазақтарымыздың орталарында бар. Нәсілшілмен күресейік, өз қазағымызбен жау